Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазанда тандыр самса пісіретін боламыз. Егер сіздер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, бірінші болып жүктелген видеомды көретін боласыздар. Алдымен самсамыздың қамырына кірісейік. Ол үшін 300 мл мұздай суымызға 2 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, үстіне илеуіштен өткізе отырып, 600-700 граммдай ұнымызды қосып, қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр илейміз. Самсамыздың қамыры жұмсақ болмауы тиіс. Жұмсақ болған жағдайда қазанға жапсырған кезде самсамыз өзінің пішінін ұстай алмай төмен қарай ағып кететін болады. Қамырымыз жақсылап иленіп дайын болды. Енді осы қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп, жарты сағатқа тағы да тындырып қоямыз. Жарты сағатта біздің қамырларымыз әбден тынықты. Енді біртіндеп 3 қамырымызды да жайып шығамыз. Жайып болған соң араларына май жағып, бірінің үстіне бірін қойып, қамырымызды тығыздап орап шығамыз. Ұсынылып отырған видеома мұқият болуларыңызды сұраймын. Дайын болған қамырымызды өзімізге керекті мөлшерде кесіп алып, бір жақ бетін осылай бүріп қоясыздар. Қамырымыз дайын болды. Бетін осылай жауып қойып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оғанға дейін салмамызға кірісеміз. 300 грамм фаршымызға 150 грамм жуамызды майдалап турап қосамыз. Бір шай қасық қара бұрыш, 1,5 қасық тұзымызды, қасығымыздың ұшымен зирамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді тандыр самсамызды түйуді бастайық. Ол үшін қамырымыздың ортасын баспай, шет жағынан осылай оқтаудың көмегімен жаза отырып, ортасына салмамызды салып, түйеміз. Самсамызды түйе бастаған кезде пешіміздің астын қосып, үстіне қазанымызды қойып, қыздырып аламыз. Қызған қазанымызға самсамызды жұмыртқамыздың ақуызына осылай батырып аламыз. Қазанымызға жапсырамыз. Бірден қолдарыңызды алып алмаңыздар. Шамалы қолдың көмегімен осылай ұстап тұру керек. Самсаларымызды сала бастағаннан-ақ пешіміздің астын орташа режимге қойып аласыздар. Самсаларымыз орташа режимде 40-45 минут пісуі керек.
Қазанымызға барлық самсамыз жабысқаннан кейін жұмыртқамыздың сары-уызын бетіне жағып шығып, қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Арасына 10 минут салып, қазанның қақпағын ашып отыру керек. Менің қазаным кішкене күйе бастағаннан кейін мен осылай фольганы салып қойдым. 40 минутта менің самсаларым дайын болды. Егер де самсаларыңыздың беті қызармаған жағдай болса, духовканы қыздырып алып, ішіне 5 минутқа салып алуларыңызға болады. Осымен біздің тандыр самсаларымыз дайын. Жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.